Assalamu alaikum. Алдыңызда ветеринарный врач Бигалиев Тазабай. Мен бүгін сіздерге яғни осы витамин хақында қысқаша мағлұмат беріп өтемін достар. Қызық болса лайк басың, түсінбей тұрған сұрауларыңызды комментарияда жазып қалдырсаңыз болады. Витамині яғни құрамы бутафосфан һәмде B12-дан ібарат болған қызыл реңдегі витамин болып есептелінеді. Бұл витаминді яғни сол қарамаларға, қойларға, ешкілерге, атларға қолдансаңыз болады, итлерге, пышықтарға да қолдансаңыз болады. Содан кейін яғни сол тауықтардың суына құйып беру ақыбетінде яғни сол тауықтарға да қолдансаңыз болады достар. Енді бұл витаминін достар қай жерге қолданамыз деген сұраулар көпшілік адамдардан келеді. Бұл витаминді тері астына, мускул арасына, содан кейін вена қан тамыры ішіне яғни жіберсеңіз болады, яғни тамырға. Бірақ тамырға жіберетін кезінде лажы барынша яғни бұл витаминін сәл ыстап тұрып, сөйтіп тұрып жібергеніңіз мақсатқа муафиқ болады. Содан кейін бұл яғни витаминді дозировкасына көпшілік адамдар қызығады, яғни неше километр салмаққа есептеп саламыз деп көпшілік адамдар қызығады достар. Қазір бұл витаминді не үшін яғни қарамаларға, не үшін қой ешкілерге салынады, солар hakkında да түсінік беріп өтемін. Видеоны диққатпен ақырына шейін көріп отырыңыз достар. Бұл яғни витаминді достар, яғни сол қарамаларға үлкен яғни ірі шақылы қарамалар атлар үшін 10-25 мл муғдарда яғни мускул арасынан тері астына һәмде вена қан тамыры ішіне жіберуге болады. Бірақ достар, бұл яғни 10 граммнан зият жіберетін болсаңыз, яғни бір жерге 10 граммнан зият жібермең, лажы барынша. Яғни екі жаққа бөліп инъекция қылғаныңыз мақсатқа муафиқ болады. Мысалы, 14 грамм салатын болсаңыз, яғни осы витаминнен 14 грамм салатын болсаңыз, екі жаққа бөліп салыңыз, 7-7-тен бөліп салсаңыз мақсатқа муафиқ болады. Содан кейін, яғни бұзаулар һәм тайлар үшін 5 милдан, яғни 12 милға шегем салуға болады. Яғни сол тері астына, мускул арасына һәмде вена қан тамыры ішіне. Ал қой һәм ешкілер үшін болатын болса, яғни 2,5-8 мил муғдарда, яғни инъекция қылуға болады қойлар үшін, ешкілер үшін. Енді достар, тауықлар үшін көпшілік адамдар тауықлар үшін сұрайды. Тауықларға 1 литр суға, яғни 1,5-2 мил муғдарда, яғни құйып берсеңіз болады. Бірақ бұл витаминін достар, яғни сол тауықларға қолданатын кезінде қайнап тындырылған суға қосып бересіз. Тауықларға қолданатын болсаңыз, яғни суына құйып бересіз. Енді бұл витаминнің вазипасы не деп, яғни көпшілік адамдар сұрайды. Қандай вазипаны атқарады? Бұл витамині, яғни сол қарамалардың, қой ешкілердің, итлердің, пышықтардың астыңғы системасын жақсылайды бірінші нәубетте. Содан кейін организмде зат алмасу процесін жақсылап, яғни сол организмді жақсылап береді. Яғни сол жеуін жақсылап береді, содан кейін яғни өсуін жақсылайды. Содан кейін яғни сол өсуден артта қалған баспақлар болады, қозы, ешкілер болады, соларға да инъекция қылсаңыз, бұл яғни өсуін тезлестіріп береді, мәлім бір муғдарда достар. Енді бұл витамині, яғни сол қарамалар стресске түседі, яғни сол басқа бір фермер қожалықтан алып келуіңіз мүмкін, болмаса базардан алып келуіңіз мүмкін. Сол кездерінде, стресске түскен кездерінде осы витаминін инъекция қылсаңыз болады. Бұл яғни витаминін достар, сыртқы паразиттерге қарсы қолданылатын яғни дәрілер болады. Мысалы үшін ивермектин дәрісі, сол ивермектин дәрісімен біргелікте қолдансаңыз ешқандай зияны жоқ. Бұл витаминін, яғни сыртқы паразиттердің дәрілерімен қолдансаңыз болады, антибиотиктермен біргелікте қолдансаңыз болады достар. Бірақ лажы барынша яғни сол дозировкасына әтібар бергеніңіз мақсатқа муафиқ болады. Содан кейін яғни көтерең болып қалды деп айтады. Енді сіздерге яғни түсінерлі болу үшін айтайын. Арық, яғни қарамалар көтерең болып қалды, орнынан тұра алмай жатып та, бірақ жеп тұрып та діңкасы жоқ деп көпшілік адамдар сұрайды. Сол кездерінде де яғни осы деген витаминді инъекция қылғаныңыз мақсатқа муафиқ. Енді менің жеке өзімнің практикамда, яғни осы витаминін инъекция қылу ақыбетінде, яғни сол қарамаларда белгілі бір дәрежеде, яғни сол қарамаларда өзгеріс болды.
Sonuň üçin ýagny şol sizlerge şu vitaminde ýagny usunsa etip atyrman dostlar. Endi sonda ýagny karamallar kötereň bolup jygylyp kalgan gezlerinde, koý eşikler ýagny şol kötereň bolup jygylyp kalgan gezlerinde de ýagny şu vitaminde injeksiýa kylyp akybetinde şu karamallary turguzup eşiklerden ýagny şol turguzup jibergen wagtlar boldy dostlar. Endi bu vitaminin dostlar barlyk türdegi veterinariýa aptekalardan alsaňyz bolady. Ilaji barynça kollanatyn кезinde ýagny şol instruksiýasy menen kısaca tanysyp çykyp injeksiýa kylasyz. Bul vitaminde dostlar eň kyzyk jeri ýagny buwazlyk döwründegi ýagny koýlarga, eşiklerge, karamallarga da kollansaňyz bolady. Birak ilaji barynça ýagny şol 6 aýdan ötüp getkenden keyin 7 aýlyk, 8 aýlyk bolgan ýagny buwaz koý eşiklerge, buwaz sýrlarga bul vitaminde kollanyłdy ýagny usunsy ede bermeýmen. Birak şol 6 aýdan tömen boladigan bolsa kollana beriň dostlar. Hiç kандай ziýany jok. Özü kollanbasynda da jazyp goýady. Buwazlyk döwründe bolady dep. Sütke de ziýany jok, göşke de ziýany jok. Ýagny şol bul vitaminde salgandan keyin karamaldy liboy gezinde ýagny soýup jege bolady. Sütüni bolsa çeklewsiz tartipde satypga, içige de bolady dostlar. Video kızık bolsa like basın dostlar. Düşünbeydiğim sorularyňyzdy kommentarda jazyp alyrsaňyz bolady. Kolundan kelgençe ýagny usunday veterinariýa däri önümlerini, veterinariýa ýagny şol keselliklerini astan etap beren düşündirip ötüge hareket edemen. Sizler menen birgelikde vet doktor Begaliýew Tazabay boldy.